Алматыда тегін жол жүру билеттері қайтадан енгізілуі мүмкін. Сондай-ақ бірқатар санаттағы азаматтар автобустарда ақысыз жүретін болады. Ал студенттер мен көп балалы аналарға жеңілдіктер қарастырылмақ. Алматы жұртшылығы үшін осы және өзге де ақжолтай жаңалықтармен шаһар әкімі Бауыржан Байбек бөлісті. Орталық коммуникациялар қызметінде брифинг өткізген ол қала өміріне қатысты көптеген мәселелерді қозғады. Әкімнің айтуынша алматылықтар оңай жүйесіне күндігуі тиіс, өйткені сол арқылы қоғамдық көлік тасымалы саласында 6-7 миллиард теңгені көлеңкеден шығарып, қала бюджетіне құю мүмкіндігі туды. Ал бірқатар санаттағы азаматтар үшін жеңілдік жасау мүмкіндігі қарастырылып отыр. Будут восстановлены проездные билеты. 7 жасқа дейінгі балалар ақысыз жүреді. Мектеп жасындағы оқушылар үшін 1000 теңге, зейнеткерлерге 2000 теңге және көп балалы аналарға 2000 теңге, студенттер үшін 3000 теңгелік жеңілдіктер қарастырылған. Сонымен қатар бірінші және екінші топтағы мүгедектер, Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен оларға теңестірілген адамдар қалада тегін жүреді. Бұл бағыттағы шығыстар жергілікті бюджет үшін қомақты қаржы.